армысыздар. Менің марқұм нағашы атам Өтебай Қалыбаев, соғыс ардагері, ұлы жүздің қазағы, сиқым шуылдақ, ақын, ұстаз, ағартушы. Енді 8 қырлы бір сырлы, енді еңбегі өте көп. Рейхстагқа ту тіккен, соғыста сол фельдшер болып, санинструктор болып, кейін елге қайтып келгенде педагогикалық нені бітіріп, институтта сонымен Шымкенттің пединститутын, сонымен қанша Шымкент қаласының мектеп көтеріп, қазақ мектептерін. Енді атап айтып кетпесем болмайды, жан жатқан жер жайлы болсын, аруағы жебеп жасқасын. Сол марқұм атам осы Айранға енді 83 жылы анамдар, әкемдер, ата-анам осы Алматыға көшкенде, одан кейін 69-да оқуға түске барғанда анама айтады екен әкесі: қызым, балам, ана Алматы ол енді таудың етегі, иммунитет деген бар, сол арқау болатын, осы ас адам арқауы дейді. Айранға көк пияз турап ішіп алыңдар, осыны ішіп отырсаңдар кәдімгі иммунитеттерің көтеріледі, мына тістеріңе, бүкіл неге ас арқау болады деп айтып отырады екен марқұм. Міне енді сол үрдісті әлі де жалғастырып келе жатырмын. Айранға көк пияз турап ішем. Енді атам аруағы жатқан жері жайлы, топырақ торға, жаны жай тапсын. Сол алғыс білдіремін енді атама, осындай бізді үйретіп кеткеніне.